Жетістіктер, рекордтар мен жеңістер, ең кішкентайлар мен ең үлкендер және сирек кездесетіндер. Қазақстанда не болып жатыр және алдағы уақытта болуы мүмкін. Осының барлығы біздің бағдарламада. Біздің бүгінгі рекордшымыз нағыз алыптардың қатарынан. Оның алып жатқан аумағы, көлемі мен маңызын айтып жеткізу мүмкін емес. Бағдарламамыздың бүгінгі санын Балқаш көліне арнаймыз. Балқаш көлінің ұзындығы 600 шақырымнан астам. Көлікке мініп, 60 шақырым жылдамдықпен көлді бойлап жүрсеңіз, шетіне 10 сағаттан кейін бірақ жетесіз. Байкал көлі Балқаштан 22 шақырым ғана ұзын. Нидерланды мемлекеті біздің көлден 2 есе үлкен, есесіне Лихтенштейн 112 есе кіші. Словенияның территориясы Балқашпен бірдей, ал көлдің ең терең жері 26 метрді құрайды. Бұл 2 қабатты, 5 қабатты үйдің биіктігімен шамалас. Алайда көлдің табиғи ерекшеліктері мұнымен шектелмейді. Оның басты қасиеті суында. Балқаштың бір бөлігінде су тұщы болса, екінші бөлігінде ащы су. Ең қызығы, көлдің тұщы суы мен ащы суы бір-біріне араласпайды. Ғалымдардың есебінше көл 35 мың жыл бұрын пайда болған. Балқашқа қатысты алғашқы мәліметтер 13 ғасырға тиесілі. Алайда оған дейінгі Моңғол мен Қытайдың картографиялық деректерінде көл туралы мәліметтер келтіріледі. Жоңғарлар Балқашты Балқаш-Нор деп атаса, Қытайлар оған Си-Хай деген атау қойған. Түріктер мен моңғолдардың атауында көл ақ теңіз болған. Ал ерте заман қазақтары Балығас деп атаған. Металл балқыту туралы жалғастырсақ, бүгінде Балқаш көлінің жағасында қала құрастырушы өндіріс Балқаш кен металлургия комбинаты орналасқан. Ол көлдің солтүстік жағалауына жақын. Комбинат лондондық түсті металдар биржасында тіркелген сапалы мысымен әлемге әйгілі. Мыстан өзге онда күкірт қышқылы, мырыш, афинажды алтын және күміс түйіршіктер шығарылады. Комбинат құрамында түсті металдарды өңдеу зауыты да жұмыс істейді. Онда мырыш қосқаларынан жасалынатын көптеген елдердің модельдері шығарылады. Қазақстаннан өзге олардың қатарында Ресей Федерациясы, Германия және Үндістан секілді мемлекеттер бар. Балқаштың тіршілік әлемі де сан алуандығымен таң қалдырады. Көлде балықтың 20-дан астам түрі бар, алайда Балқаш көкбасы секілді балық бүгінде мүлдем ұшыраспайды. Көкбас, алабұға, көкталма бастаған балықтың 6 түрін Балқаштың байырғы иелері десек те болады. Ал адамдар болса көлге сазан, табан, тоқы, көксерке секілді балықтарды жіберген. Алайда Балқаштың ең әйгілі балығы алып жайындар. Бір қызығы, ең үлкен жайын Балқашта емес, Сырдарияда ауланған. 2013 жылы Бақтияр Толаметов есімді балықшы дариядан ұзындығы 2 метр 85 сантиметр, салмағы 140 килограмм балықты қолға түсірді. Оның еті 200 адамды тойдыруға жеткен. Міне, суы 2 түрлі және балығы алып Балқашмыз осындай. Әлемдік деңгейде айтсақ, Балқаш аумағы бойынша 11-ші орында. Алайда бұдан көңіл түсірудің қажеті жоқ. Өйткені жер бетіндегі ең үлкен көлдің басым бөлігі Қазақстанға тиесілі. Ол Каспий. Бағдарламамыздың алдағы сандарында ол туралы да айтатын боламыз. Ал Каспийден кейінгі орында ақш пен Канада шекарасында орналасқан жоғары көл. Оған 200 өзеннің суы құяды, ал Балқашта бұл көрсеткіш тіптен төмен. Оның суы 7 өзенмен толығады. Тұщы су көлемі бойынша Балқаш Байкал мен Танганьикадан кейінгі 3-ші орында. Толқыны туралы айтсақ, оның жел тұрғандағы биіктігі 6 метрге дейін жетеді. Бұл 2 қабатты үйдің биіктігіндей.
Қазақстанның өзге де рекордтары жайында келесі хабарда айтамыз. Бізді интернеттен таба аласыздар. Елімізбен бірге мақтанайық.